Адам миы қалай жұмыс істейді? Сәлем, досым. Бүгін біз адам денесіндегі ең құпия, ең таңғажайып мүшенің мидың қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Ми біздің ойлау қабілетіміздің, сезімдеріміздің, естеліктеріміздің және қимылдарымыздың басқару орталығы. Ол біз ұйықтап жатқанда да жұмыс істейді. Сонымен ми қалай жұмыс істейді? Каналға тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Біз қазақ тілді аудиторияның дамуына бір кірпіштей үлес қосып жатырмыз. Ендеше бастайық. Бірінші, мидың жалпы құрылымы. Адам миының орташа салмағы шамамен 1,4 килограмм. Ол адамның дене салмағының небәрі 2% ғана құраса да, ағза тұтынатын энергияның 20% пайдаланады. Ми миллиардтаған нейроннан, яғни жүйке жасушаларынан тұрады. Ғалымдардың айтуынша, адам миында 86 миллиардтан астам нейрон бар. Бұл нейрондар бір-бірімен синапс деп аталатын байланыстар арқылы ақпарат алмасады. Екінші, нейрондар қалай жұмыс істейді? Әр нейрон кішкентай электр станциясы сияқты. Ол электр импульсы арқылы көрші нейронға сигнал жібереді. Бұл процесс секундына 100-деген рет қайталануы мүмкін. Сіз біреудің дауысын естігенде, иіс сезгенде, немесе бір затты ұстағанда, осының бәрі нейрондық байланыстар арқылы жүзеге асады. Үшінші, мидың негізгі бөліктері. Мида бірнеше маңызды бөлік бар. Маңдай бөлігі ойлау, шешім қабылдау, назар аудару. Самай бөлігі есту және жад. Шүйде бөлігі көру. Төбе бөлігі сезіну мен қимыл. Мишық, кішкене ми, тепе-теңдікпен қозғалысты үйлестіру. Ал лимбиялық жүйе эмоция мен есте сақтау үшін жауап береді. Осы бөлімдер бірге отырып, бізге толыққанды өмір сүруге мүмкіндік береді. Бесінші, ми және ойлау процесі. Ми ойлауды нейрондар арасындағы байланыс арқылы жүзеге асырады. Біз жаңа бір нәрсе үйренген сайын, мида жаңа жолдар, яғни нейрондық желілер түзіледі. Мысалы, алғаш рет велосипед тепкен кезде миға жаңа ақпарат келіп, ол оны өңдейді. Көп жаттығу арқылы бұл әрекет автоматты деңгейге өтеді. Сол себепті ми бейімделе алатын орган. Бұл қасиеті нейропластика деп аталады. Бесінші, ұйқы кезінде ми не істейді? Көп адам ұйқы кезінде ми демалады деп ойлайды. Шын мәнінде ми ұйқыда өте белсенді жұмыс істейді. Ұйқы мидың ақпаратты сұрыптап сақтайтын уақыты. Қажетті ақпарат есте қалады. Қажетсізі өшіріледі. Осы кезде армандар пайда болады. Яғни, ұйқы миды тазартатын, қалпына келтіретін табиғи процесс. Алтыншы, эмоциялар мен мидың байланысы. Біз ашуланғанда, қорыққанда немесе қуаныштан күліп жібергенде, бұл бәрі мидың жұмысы. Лимбиялық жүйе мен амигдала эмоцияны реттейді. Ал дофамин, серотонин, кортизол сияқты химиялық заттар көңіл күйімізге әсер етеді. Мысалы, дофамин рахат пен мотивация сезімін тудырады. Серотонин тыныштық пен бақытты сезіндіреді. Кортизол стресс гормоны. Жетінші, жад пен есте сақтау. Миға түскен әрбір ақпарат жадқа өңделіп барады. Бірақ барлығы сақтала бермейді. Жаңа нәрсе қайта-қайта қайталанса, ұзақ мерзімді жадқа өтеді. Сондықтан оқушылар мен студенттерге қайталау өте маңызды. Кейбір естеліктер иіспен, сезіммен байланысты. Мысалы, бала кезіңіздегі тәтті иіс сізге сол шақты қайта есіңізге түсіруі мүмкін. Миға зиян келтіретін әдеттер. Ми нәзік құрылым. Оған кері әсер ететін әрекеттер көп. Ұйқының аздығы, артық қант, стресс, тыныштықтың болмауы, телефонға тәуелділік, қозғалыстың аздығы, миды күшейту үшін, жақсы ұйықтау, күн сайын 20-30 минут қозғалу, жаңа нәрсе үйрену, медитация жасау пайдалы. Қорытынды. Адам миы таңғажайып. Ол бізді ойлауға, сезінуге, есте сақтауға, шешім қабылдауға және армандауға үйретеді. Миға күтім жасау өзіңе күтім жасау. Сондықтан дұрыс ұйықта, пайдалы тамақ іш, оқы, ойлан, сезін, өмірді шын мәнінде түсіну үшін. Ми туралы қосымша қызықты ақпараттар берейін.
Ми энергияны қалай тұтынады? Адам миы дене энергиясының 20%-ын жұмсайды деді. Бірақ миға глюкоза керек. Сондықтан таңғы ас ішпегенде не қант мөлшері түсіп кетсе, біз өзімізді шаршаңқы, ашулы, немесе әлсіз сезінеміз. Бір қызығы. Ұзақ ойлау жұмысы шын мәнінде калория көп жақпайды. Бірақ нейрондар арасындағы байланыс күрделеніп, ми қызу жұмыс істейді. Ми жалған естеліктер жасап шығара алады ма? Адам миы әрқашан нақты есте сақтамайды. Кейде ми бізге ешқашан болмаған оқиғаны болғандай етіп еске түсіре алады. Бұл құбылыс false memory, яғни жалған естелік деп аталады. Психологтар тәжірибесінде адамдарға сен бала кезде бір ит сені қапқан дегенді бірнеше рет айтса, олар сол оқиғаны өздері есте түсіріп, тіпті егжей-тегжеймен айтып бере бастаған. Мидың пластикалығы деген не? Ми өмір бойы өзін өзгерте алатын жалғыз мүше. Бұрын ғылымда ми тек бала кезде дамиды деп есептелсе, енді оның 60-70 жастан кейін де жаңа байланыстар құрып, жаңғыра алатыны дәлелденген. Сондықтан, менің жасым өтті, енді ештеңе үйрене алмаймын деген қате түсінік. Мидың оң және сол жартышарлары. Көп естіген шығарсыз, оң ми шығармашылық, сол ми логика. Бұл толықтай шындық емес. Екі жартышарда бірге жұмыс істейді. Алайда кейбір адамдарда бір жағы көбірек белсенді болуы мүмкін. Сол жартышар тіл, математика, рет. Оң жартышар өнер, музыка, интуиция. Бірақ нағыз өнімділік екеуін бірге қолданғанда артады. Миды дамыту үшін не істеу керек? Мидың спорт залы, оқу, ойлау, жазу, ойнау. Мысалдар. Жаңа тіл үйрену. Музыка аспабын меңгеру. Күнделік жазу. Шахмат ойнау. Оң қолмен жазатын адам сол қолмен жазып үйренуге тырысу. Бұл мидың жаңа нейрон жолдарын құруына себеп болады. Ми армандарды не үшін көреді? Ұйқы кезінде ми кешкі ақпараттарды сұрыптап, өңдейді, кейде логикалық емес картиналар жасап шығарады. Арман бұл сана астының жұмысы. Ғалымдар армандар. Күндізгі тәжірибені түсіндіру. Эмоцияны реттеу. Проблемаларды бейсаналық түрде шешу құралы болуы мүмкін дейді. Бірнеше қызықты факт. Ми ауырғанды сезбейді. Сол себепті миды ота жасау кезінде науқас ояу бола алады. Адам миының жад сыйымдылығы шамамен 2,5 петабайт 2,5 миллион гигабайт деп есептеледі. Миға бір секундта 11 миллион сигнал келеді, бірақ біз соның 40-ын ғана саналы түрде сеземіз. Мидың 70-80% судан тұрады. Сөздерді дауыстап айту миға оларды жақсырақ есте сақтауға көмектеседі. Сонымен адам миы жай ғана орган емес. Ол біздің санамыздың, естеліктеріміздің, шешімдеріміздің және армандарымыздың көзі. 86 миллиард нейроннан тұратын бұл күрделі жүйе. Ойлай алады, үйренеді, қателеседі, қайта дамиды. Миға күтім жасау. Күн сайын өзін дамыту, жаңа нәрсені үйрену және денсаулыққа мән беру деген сөз. Есіңізде болсын. Ми бұлшық ет сияқты. Жаттығу жасасаңыз дамиды. Елемесеңіз әлсірейді. Келесі видеода жүрек қалай жұмыс істейді деген тақырыпқа тоқталамыз. Қан айналым жүйесі қалай реттеледі? Жүрек соғысы қалай бақыланады? Жүрекке пайдалы зиян нәрселер. Егер бұл қызық болса, арнаға жазылып, бейнені лайктап, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше.